Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қазақстан халқының денсаулығын нығайту, салауатты өмір салтын ұстану, егемендіктің кілтін ұстар жастардың болашағына апаратын алтын сүрлеу десе болады. Сіздердің назарларыңызға мен Қарағанды көлік технологиялық колледжінің оқытушысы Қайырбекова Индира Аманғазықызы салауатты өмір салтын насихаттаудың тиімді жолдары атты жұмысымды ұсынғалы отырмын. Жалпы салауатты өмір салтына жаман әдеттерден айырылу, қимыл қозғалыс, рационалды тамақтану, жеке бас гигиенасы, шынығу, сонымен қатар жақсы қарым-қатынас жатады. Алғашқысында мен студенттердің бос уақыттағы жақсы көретін істерімен таныстым. Жалпы 26 студенттен сауалнама алынды. Оның 60% қыдыруды, 70% теледидар, ұялы телефон көруді, кітап оқуды 10%, үй шаруасы жұмыс жасау 30%, және компьютерлік ойындарды 35% ойнағанды ұнатады екен. Алғашқысында топ студенттерінен сауалнама алынып 2 сұрақ қойылды. Жаман әдеттердің адам ағзасына тигізетін әсерін білесіз бе? Шылымның, ішімдіктердің құрамын білесіз бе? Көріп отырғандарыңыздай, топ студенттерінің 63% жаман әдеттердің адам ағзасына тигізетін әсерін және олардың құрамын білмейтіні туралы көрсетілді. Осы мақсатта колледжде әртүрлі тәрбие үрдісінде салауатты өмір салтын насихаттайтын көптеген іс-шаралар жүргізілуде. Атап айтқанда, тәрбие сағаттар, дөңгелек үстелдер, дебаттар, жобалар қорғалуда. Жаман әдеттерге байланысты сабақтан тыс шаралар өткізілуде. Және де арнайы мамандармен кездесулер өткізілуде. Қазіргі жастар мен балалар үшін ең сүйікті тағамдар ол тез дайын болатын лапша, чипсы, кока-кола, донор, пицца болып тұрғаны барлығымызға мәлім. Мен үнемі химия-биология сабақтарында салауатты өмір салтын насихаттауды жөн көремін. Және де тиімді бір әдісі ретінде студенттерді зерттеу, жобалау әрекетіне баулау арқылы жүзеге асырудамын. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, жастар дұрыс тамақтанамыз ба? Соны тексеру үшін 3 студентке зерттеу жұмысы берілді. Алдарыңызға көріп отырғандарыңыздай, бірінші сауалнама алынды. Жалпы сауалнама 4 сұрақты қамтыды. Чипсы, кириешки, тез дайын болатын тамақтарды жиі қолданасыз ба? Газдалған сусындарды жиі ішесіз бе? Сізді асқазан аурулары жиі мазалай ма? Үйге келгенде ыстық тамағыңыз дайын болмағанда қандай тамаққа тез жүгінесіз? Не ішесіз, не ішесіз? Осы сауалнаманың қорытындысы бойынша сауалнамаға қатысқан студенттің 80% газдалған сусындарды жиі қолданатын, бірақ оның құрамы мен адам ағзасына тигізетін әсерін білмейтінін айтты. Сонымен қатар, тағамдық заттардың құрамын қарастыру, тағамдық қоспалардың сипаттамасын анықтау болды. Газдалған сусындардың құрамында болатын консерванттар танысып, адам ағзасына әсерін анықтады. Сонымен қоса, кока-кола туралы қызықты мәліметтермен таныстырылды. Және де осы газдалған сусынның құрамындағы бар заттарды анықтап, оның адам ағзасына қандай әсер тигізеді, және де соны керемет қасиеттер деп атап, тәжірибе жасап, оның нәтижесімен бөлісті. Өз көздерімен көргендіктен, көбісі сол сәттен бастап мұндай сусыннан аулақ болуын жөн көрді. Көріп отырғандарыңыздай, газдалған сусын кока-коланың құрамында тазартқыш қышқыл бар. Татты, кез келген тыйынды тазартады. Сонымен қоса, газдалған сусынның құрамында кофеин бар. Піскен жұмыртқадағы кофеиннің әсерінен кальцийдің бұзылғаны, піскен бауырдың езіліп кеткенін көруге болады. Газдалған сусынның құрамындағы бояғыштар
міндетті түрде өзінен кейін бояу қалдырады. Және де сода қосу арқылы қышқылды нейтралдауға да болады екен. Сонымен қатар чипсыдың құндылығын анықтады. Жалпы бір пачка, яғни 100 граммдық чипсыдың құрамында 520 калорий болады екен. Бір тәулікте студент жастар үшін 3300 калорий қажет екен. Олай болса, бір күнде осындай 3-4 пакет чипсы жеп, бір тәулікке қажетті энергияны алуға болады екен. Енді осы килокалорийді жою үшін 5 сағат велотренажерда жүгіру керек екен. Себебі велотренажердағы 1 минуттық жүгіру 6 калорийді жояды. Өз жұмыстарын қорытындылай келе, соңғы сауалнамаға көз бұрсақ. Сауалнамаға жалпы 3 сұрақ қойылды. Чипсы, кириешки, тез дайын болатын тамақтарды енді қолданасыз ба? Көріп отырғандарыңыздай 26 студенттің 80% жоқ деген жауап берді. Газдалған сусындарды ішесіз бе? 80% жоқ деді. Сонымен қоса, оның құрамын білесіз бе дегенде 100% студенттер енді білеміз деп жауап берді. Өзіңіз сияқты басқа да жастарға не айтасыз? Газдалған сусыннан, донор, тез дайын болатын тағамдардан аулақ болу. Дұрыс тамақтанып, спортпен шұғылданып, салауатты өмір салтын ұстанайық деген пікірлер өте көп болды. Әрине, дұрыс тамақтанбау әртүрлі ауруларға келіп соғатын ұмытпаған қажет екенін топ студенттеріне ескеріп айтылды. Сонымен қоса, көптеген зерттеу жобаларымен студенттер әртүрлі деңгейдегі ғылыми практикалық конференцияларға үнемі қатысып, жүлделі орындар алуда. Мақалалары конференциялардың жинақтарына енуде. Өз сөзімді қорытындылай келе, болашағымыз нұрлы, еліміздің ертеңі нұрлы болсын десек, ел болып, болашағымызды, ұлтымызды жоғалтып алмау үшін нашақорлық, ішімдік, темекіден бойымызды аулақ ұстап, қоғамымыздың бір түнектен арылуын жолын іздеп, салауатты өмір салтын насихаттайық. Бір нәрсе ақиқат, ол кез келген аурудың адамды бақытсыз ететіндігі. Сонымен денсаулық үшін күресу керек пе, жоқ па? Ойланыңыздаршы. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.